Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызылшадан жасалынатын өте пайдалы және қытырлап тұратын салаттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге 40 қабат қызылша қайнатылған, сәбіз, картоп және қалауларыңыз бойынша горох немесе кукуруза қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте алдымен картопты теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Үстіне тұзымызды салып, салқын суды құйып аламыз. Жақсылап араластырып 15-20 минутқа қалдырамыз. Содан соң картоптарымызды салфеткаға салып, осындай мата салфетка пайдалансаңыздар да болады. Салып, жақсылап картоптарымызды кептіріп аламыз. Картоптарымыз толық кеуіп болғаннан кейін қызып тұрған майда сарғайтып қызарғанша жақсылап асықпай қуырып алатын боламыз. Біздің салаттың ерекшелігі осы картоппен қытырлап керемет болады. Сондықтан картоптарымызды сарғайғанша қуырып аламыз. Майын сіңдіру үшін осындай салфеткаға салып қоямыз. Толықтай майы кетіп керемет болып шығатын болады. Енді кезекте теркадан сәбізімізді өткізіп ыдысымызға саламыз. Содан соң үстіне капустаны пышақпен турап салсақ та болады, немесе теркадан өткізсек болады. Қызылшаны да теркадан өткізіп салып, үстіне кукурузаны қосамыз және картошканың жартысын қосатын боламыз. Менде ыдысым кішкентай болғандықтан үлкен ыдысқа ауыстырып алдым. Ендігі кезекте тұзымызды саламыз дәміне қарай. Содан соң майонезімізді қосып, жақсылап салатымызды араластырып алатын боламыз. Бұл салат өте дәмді, пайдалы салаттардың бірі. Құрамы витаминге толы салаттардың бірі болып табылады. Енді сәндік үшін осылай салатный лист төсеп, салатымызды тарелкамызға салып, үстіне картошканың жартысын, картошка пайдың жартысын сеуіп шығатын боламыз. Біздің салатымыз мінекей дайын болды. Өте дәмді, кез келген қонақтарыңызды ұялмай қарсы аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Ас болсын.